Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте пайдалы тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен чечевицамызды бір түнге суға салып қоямыз. Ертесі күні суын төгіп тастап, оған үстіне тұз және де тазартылған су құйып, барлығын блендерден өткізетін боламыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, үстінен чечевицамызды блинчик сияқты етіп пісіріп алатын боламыз. Екі жағын аударып отырып, осындай блинчиктің бесеуі шықты менде. Содан соң үстінен творожный сыр жағамыз. Видео ұнаған болса, жақындарыңызға жіберіп, сақтап алуды ұмытпаңыз. Әрі қарай блинчиктерімізді әрлеуге кірісеміз. Ең алдымен руккола жапырақтарын қойсамыз, туралған авокадо, оның үстінен жіңішке етіп туралған копченый тауығымызды қоямыз. Ең үстіне суға піскен жұмыртқамызды қоямыз. Осымен біздің пайдалы таңғы асымыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.